тұрсыңдар? Не істеп тұрсыңдар? Береңдер бе? Басыңдар аяқтарын жылдам. Не, төбелесіп жатсыңдар ма? Жоқ. Қайсысың бірінші бастаған? 11 балдары ғой. Неғып жала жауып отсың не? Земес ағай. Онда ертең ата-аналарымен келесіңдер. Қазір тез сыныптарға барыңдар. Бол. Кездесеміз әлі. Балам, бетіне не болған? Тән. Құлақ қолым. Құлағыңға ұқсамайсың ғой? Анасы ер жігіт болған соң талай құлайды. Сұрай білмей, шайын іш. Балам айтпақшы, сабақтарың қалай? Тестке дайындалып жүрсің ба? Я дайындалып жатырмын ма? Балам, сенің юрист болғаның дұрыс. Юрист па? Папа, мен бар ғой негізі юрист болғым келмейді да. Жеке кәсіпкер болыш, жеке кәсіпкер болғым келеді мен. Өзің жеке бизнесіңді ашып дегенде ше. Балам, тыңда әкенің айтқанын. Бизнесмен болып, бай болып кетіп жатқан ешкімді көріп жатқан жоқпыз. Біз саған беретін қаражатымыз жоқ. Түсінсей өзің. Енді барлық бірден байып кетпейді ғой, мама. Мен білемін, басында бәріне қиын болады ғой. Көп сөз көбейтпе, юрист боласың. Балалар, бүгінгі біздің тақырыбымыз мамандық жайлы. Сендер өздерің армандаған мамандықтарыңды жазып шығыңдар. Жарай ма? Жарайды. Мен қазір директорге барып келемін. Шуылдамай, тыныш отырыңдар. Қыздар, сендер жазып жатсыңдар ма? Я, бастадық. Анел, жазсаңшы, қазір уақыт жетпей қаласың. Я, алдыма қара болды. Мен не жазарым білмей отырмын. Қалай білмейсің? Мектеп мақтанышсың, сабақты 5-ке оқисың. Армандап жүрген бөлек, сабақ оқу деген бөлек қой. Кім болғың келеді, соны жазшы. Мен... Қызым, оқуларың қалай? Жақсы ма? Сен алтын белгіге келсін, сонша жақсы оқуың керек. Ата-анаңды, әжеңді ұятқа қалдырма, қызым. Жарайды әже, қолдан келгенше тырысамын. Ол қолдан келгенше тырысамын деген болмайды, қызым. Елдің бәрі бізге қарап отыр, ағайын туған бәрі бізге қарайды. Алтын белгіңді ақтап шығуың керек. Жақсы оқып, сол жақсы оқуға түсуіңе тілектеспін, қызым. Жарайды әже. Негіз алуа деймін да. Қазақстанда қанша оқу орны бар екен? Естуім бойынша 180. Соншақ па? Я, аз ба саған? Я, мен ойлағам ғой, бір 2000 шығар деп. Сол 180 оқу орнына да түсу қиын ғой. Негізі жинаған балыңа қарай түсесің ғой. Я, ол да бар бірақ. Несіне ойым дейсің? Алда уақыт көп қой. Я, алда уақыт көп. Бірақ қазірден бастап уайымдаған дұрыс сияқты. Өзің уақыт бар деп алып, енді дайындал деп тұрған қараш. Ой, өзім де жазасып кеттім. Маржан, не қағол? Той, сен ақтыңыштық бермейтін болдың ғой? Осы сендерде не проблема? Не үшін түңіліп жүрсіңдер? Біз емес, үлкен сыныптарда дәл осылай жүр ғой? Қыздар, сендер ше не түңіліп жүрсіңдер? Күліп ойнамақ жүрміз ғой? Күлкіміз есі үшін күлдіру қажет қой. Онда менен біраз болсын. Шерхан әзі айтқызба соған. Не жақтырмай айтсын ба? Айтса не болады? Просто настроением түседі. Қыздар, жігіттер ұшпасаңдаршы, тату өмір сүрейік та. Бос сөзді көбейтермей сыныпқа кеттік. Кет. Әли, тоқташ. Неге сонша көңіл жүрсің? Жақсы бар. Айтсаңшы, өкпелі кезең ба? Қазір мен ғана емес, барлық подростар есіп жүр ғой. Я, енді сондай деп қараңғыға бату керек па? Сен Анел қараң деп кеттік. Әли, мен сені түсінем ғой? Я, мақып кеттік. Әли? Түсінем деймін. Маржан, сен мұнда не істеп жүрсің? Кітаптарын қойып кетті. Я, рахмет. Бәрі дұрыс па? Я, тыныштық па? Үйде бәрі дұрыс па? Я, алып келіп бергеніңе рахмет. Тоқташ.
Маржан, үйіңе қайтқан дұрыс болар. Отырыңдар балалар. Кешіріңіз апай, кіруге бола ма? Қайда жүрсің? Мен... Апай, тоқтар кітапханадан келіп жатқан еді. Отыр. Балалар, бүгін біз тест тапсырамыз БЖВ алгебрадан. Бүйтім БЖВ ТЖВ әйтеуір. Соң айтам, сіз гений деп ойлаймын екен. Анель, сен и так та генийсің ғой. Неге мен олай айта бересіңдер? Рас қой енді. Ештеңе де рас емес, мен оқымысты емеспін. Тыныш. Балалар, бастаймыз. Апай, шыққанда спор бар. Анель, не мынау? Апай, бұл менікі емес. Сен сонда осы уақытқа шейін мектепті осылай алдап келдің ба? Апай, мен... Бүгін сен тестке қатыспайсың, ертең ата-анаңмен кел. Мен сені мектептің бетке тұтады деп жүрсем? Апай, Болды, тыныш, жаз сабағыңды. Анель, болды, қой, жыламашы енді. Қалай жыламай, үйдегілердің барлығымен сабақты оқы, туысқандар үстінен күлеттей береді. Барлығында сондай ғой енді. Сонда туысқандарымыз сабағыңды оқы деген кезде мен қызыл дипломмен соны қорғап шығуым керек па, сонда мен арман мақсаттарым қайда қалды? Ата-анамыз бізге жаман болсын демейді ғой. Енді түсінемін, кейде түсінбей жатады. Бірақ сен анаңмен отырып жақсылап сөйлесіп алшы. Мына кітаптың барлығын оқуға алып келдім. Маржан, тыныш, Анель жылап жатыр. Анель, жылағың келсе жылап ал. Мен де жылағым кеп кетті ғой. Менің де. Бізде ешкім түсінбейді. Анель негізі мен кесірінен ұрыс естіп қалды. Брат, сен берде ешқандай кінәң жоқ қой. Сен олай боларын білген де жоқсың ғой. Мен негізі шпорын тығып қоюым керек еді. Біздің жетергілер болмағанда ондай жағдай болмасты. Негізі ешкім кінәлауы керек жоқ. Апайларды айтам да, 3-пен оқиын балаларды адам құрлы көрмейді ғой. Тек 3-терін қойып бере береді, болды. Тіпті талпыныс та жоқ қой. Осы бала 3-пен оқиды-ау, осы 94-ке қойып берейін, ендік 90 өзі алып шығады-ау деген де жоқ қой. Апайлардың көтермелеп іш қойын деп жүргендеріне рахмет қайта. Негізі апайларды да түсінуге болады. Қанша балаға сабақ береді. Милар ашеді ғой енді. Бір шпор қолданайын деген кезде осындай жағдай болып қалады ғой. Енді қолданбайсың. Шығыш. Рахмет. Ренжіме. Жоқ, ренжімедім. Апайдың айтқан сөздерін көңіліңе алма. Директорға айтып жатса, бәрін өзім ойнау. Жоқ, әлі керек емес. Сен ата-анаң қатал адамдар ғой. Енді сен үйсіз отырғаныңа шыдаймаймын ғой. Жоқ, бәрібір уақыт өте ұмытылып кететін нәрсе ғой. Жарайды. Онда, мұңайма, я? Жарайды. Қайсың тоқтар, жалғыз отыр екенсің. Келіп отыр. Көп көңілсіз жүргеннің себебін білетін сияқтымын. Үйдің мәселесі ме? Өзің көргенде ғой. Қазір қиын кезеңдерде өтіп жатырмыз. Кейде ата-аналар өздерінің қолдауларын көрсетпейді. Біз қалағандай болып бітсе де болмайды ғой. Кейде осы жағдайларды көріп, болашаққа деген үмітім өшеді. Қазір көбісі бүгінгі күндерін ойлайды, ал сен болашақта. Енді армандайсың ғой, мықты дәрігер, мықты жұмыс орны, ата-ананың үміті дегендей. Әрине армандайсың ғой, бірақ ата-ананың қасынан табылмаса, қолдау бермесе, бәрі бірдей емес пе? Олар бізді түсініп қолдаса, біз де бұлай қиналмас едік. Алло, кім іздеп? Қыздарды өзің? Сені? Мені ма? Жоқ, балдарды. Солай де, Шерхан, осы өтпелі кезеңнен қашып құтылу мүмкін бе? Әрине жоқ. Бірақ оның бір амалы бар. Қандай? Ата-аналарымыз біздің хоббилерімізге қызығушылық таныту керек. Екіншісі, бізді көп сынамау керек. Өзінің ақылдарын айта бермеу керек. Үшіншісі, бізді ойымызды толық жеткізуге мүмкіншілік беріп жүру керек. Дұрыс айтасың?
Я всегда дұрыс айтамын. Жақсы алла. Ей, алла. Ана бала қайда жүр өзі? Келеді қазір. Ол баланы сол өзінің таңдаған бизнесіне рұқсат береміз ау? Ей, қайдаға юрист болады. Мен сияқты қолым май-май болып жүрген қалап жүрсің ба? Өзі қаламай тұр ғой. Ай, ертең костюм шалбар киіп, әдемі ой істеп отырғанда бізге әлі талай рахметін айтады. Шерхан, мына тесттер тез-тез белгілегенде мына суреттерден не көріп тұрсың? Осыларды жаздым. Сонымен мына параққа өз ойыңды суреттеп сал. Жоқ, апай, мен негізі сізге сұрақтармен келдім. Мен өзім тапқым келеді, мен өзімді танығым келеді негізі. Енді осыларды орындасаңшы тез-тез. Жоқ, апай, сіз менің сұрақтарыма жауап бермейтін сияқтысыз, сондықтан кеттім. Шерхан, отырсаңшы енді. Сен психолог апайдан шықтың ба? Иә. Пайдасын берді ма? Жоқ, әрине, мен білем ғой. Я, миын ашып жіберген шығарсың. Жоқ, қаяқтың ол апай менің миымды ашып жіберді. Оның айтын бір суреттер беріп, тесттер беріп, белгілейді. Тоқтаңдаршы, бүгін тағы да бажа-бажа болады екен ғой. Бітпейтін болды ғой. Анел, сен туралы уже мектепте айтылып жатыр. Я барлығы айтып жүр ғой. Енді біздің мектепте өзек деген жерде жетпеді ғой. Апай бәрін айтқаным. Анел, енді қалай жүрмекшісің? Шерхан, соның бәрі сенің кесірің. Менің кесірім емес, сенің кесірің. Сен сол шпаргалканы Анелдің алдына лақтырып жібермегенде бұндай болмас еді. Сен соны қолданбағанда ешнәрсе болмайды деді. Мен оны өзім білем, қолданам ба, қолданбаймын ба. Өзің білгенде не отқан? Сен Анелден де кешірім сұрамадың. Не үшін мен сұрайды екем? Сұрайсың и мойындайсың. Нені мойындаймын? Сол спор сенікі екен. Не дейсің тағы? Тоқтатыңдаршы, болды. Ол әріс болды, ешкім кінәлі емес. Үйде ата-анамыз, мектепте мұғалімдер енді өзара құрылуымыз қалып еді. Не болып жатыр мұнда? Саламатсыз апай. Отырыңдар, не болып жатыр мұнда? Алайтындар, бұл не тағы? Апай, ана жолы Анелдің алдынан тауып алған шпаргалкы негізі менікі болатын. Оған қалай сенеміз? Я, апай, ол Шерхандікі. Неге сен сол кезде мойындамайсың? Анел, сен мені кешір. Шерхан, сен ертең ата-анаңмен келетін бол. Жарайды, апай. Анел, сен мені кешір. Анел, кешірші мен эгоисттік жасап кеттім. Ештеңе етпейді, орындайсыңдар, алимент татыласыңдар. Қатты айтсам ренжіме ғой. Біз енді бір сыныптың балдары бол. Енді осылай жүрек тату бол. Енді бірге киноға барайық дейінде сен бүгін кино болмайды екен. Зато бургер жейміз. Кеттік онда. Кеттік. Балам, сабағың қалай? Иә. Әкесізбен сөйлесейін дегенім. Айта қой бұны. Әкесі менің юрист болғанын қалайсыз. Ал мен бизнесмен. Төрт қабырғада қамалып отқанша мен бизнесмен болып, бизнеспен айналысып, өмірдің сабақтарын алғым келді. Дұрыс айтасың балам. Бұл өмірде қандай болсам да сіз берген тәлім-тәрбиені өшіріп болмау. Ақылынан баламның. Ертең кімнің баласы, әбекеңнің баласы дегенде әлі естіп жүреміз. Болмаса, сіздер маған мүмкіндік беріп көріңіздерші. Мен барынша тырысам. Балам, сен бара-бара тура өзің болып барасың. Сен қалаған оқуыңа түсіп, қалаған жұмысың жасашы. Рахмет, әке. Мынаны ұмытпа балам. Бұл өмірде жақсы адам бол. Жаман адамдар онсыз да көп.